Сәлеметсіздер ме балалар? Ұсақ моториканы дамытуға арналған жаттығуды менімен бірге жасаңыздар. Алдымен алақанымызды қыздырып аламыз. Енді бірінші жаттығуымызды бастайық. Қолымызды жұмамыз, ашамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Алдымен сол қолдың кішкентай саусағынан бастап, саусақтарды бүгіп шығамыз. Одан кейін оң қолдың саусақтарын бүгіп шығамыз. Осылай тағы да бір рет жасайық. Алдымен сол қолдың саусақтарын бүгеміз. Одан кейін оң қолдың саусақтарын бүгеміз. Жарайсыңдар. Келесі жаттығуда оң қолымызды жоғары, сол қолымызды төменге қаратамыз және керісінше. Бірнеше рет қайталаймыз. Одан кейін екі қолды қосып саусақтарды айқастырамыз және бір қолдың саусақтарын ашып, екінші қолдың саусақтарын қысамыз. Және керісінше кезек-кезек жасаймыз. Келесі жаттығуда бас бармақтарды айналдырамыз, алдымен ішке қарай, одан кейін сыртқа қарай. Келесі жаттығу сақина және мүйіз деп аталады. Ал енді келесі жаттығуда екі саусақпен қайшы жасап қиямыз. Бәрекелді. Одан кейінгі жаттығу амандасу деп аталады. Саусақтарымызды бас бармаққа тигізіп шығамыз. Соңғы жаттығу қабырға және жұдырық деп аталады. 3-4 рет жасаймыз. Тамаша балалар. Осымен жаттығуларымыз аяқталды. Қолымызды босаңсытып сілкейміз. Сау болыңыздар балалар.